Құрметті оқырмандар, 1 желтоқсан Қазақстан Республикасының тұңғыш президентінің күні. Осы атаулы мереке қарсаңында Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қол жеткізген жетістіктеріне тоқталу мақсатында тұңғыш президенттің қызмет жолы атты шараны сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Қазақстан парламенті 1 желтоқсан Қазақстанның тұңғыш президенті күні мемлекеттік мерекесін белгілейтін заң қабылдады. Өйткені дәл осы күні Нұрсұлтан Назарбаев алғашқы бүкіл халықтық сайлау нәтижесіне Қазақстанның тұңғыш президенті болып сайланды. Мемлекетіміз тәуелсіздік алған қысқа мерзім ішінде қазақ елі көптеген жетістіктерге жетті. Қазақ елі әлем мойнындағы мемлекеттер қатарына енді. Еліміздің саяси өмірі жаңартылып, түбегейлі өзгерістер жасалды. Республиканың тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жас мемлекеттің басты міндеттерінің бірі этносаралық қатынастар саласына тұрақты және көп қырлы саясатты таңдады және белсенді түрде жүргізді. Назарбаевтың басшылығымен 1995 жылы Қазақстан халқының ассамблеясы құрылды. Мемлекеттік шекарамыз айқындалып, елбасымыздың басшылығымен Қазақстан әлемде тұңғыш рет ядролық қарудан бас тартты. Халықаралық мәселелерді шешуге тікелей қатысатын сөзі өтімді беделді мемлекетке айналды. Тәуелсіздік алған қысқа мерзім ішінде талай белестерді бағындырдық. Әлемдік аренада елімізді танымайтын мемлекет жоқ. Президентіміз өз еліне адал қызмет етіп келді. Еліміз бәсекеге қабілетті елдер қатарына кірді. Нұрсұлтан Әбішевич Назарбаевтың бастамасымен елімізде көптеген оқу орындары ашылды. Нұрсұлтан Назарбаев бірқатар ғылыми еңбектердің және әлеуметтік-экономикалық даму мәселелері мен қоғамдық саяси тақырып бойынша кітаптардың авторы.